Hi my dears, бүгін біз ағылшын тілін үйренудегі 5 лайфхакпен танысатын боламыз. Жалпы тіл үйрену ол 80% практика және 20% теориядан тұрады. Осыны ұмытпай, үнемі тілді практика жасап отыру керек болады. Осыған байланысты ең бірінші лайфхак. Өзіңіздің телефоныңызды ағылшын тіліне ауыстырып тастаңыз. Бұл сізге басында қиын болуы мүмкін, бірақ бұл сіздің сөздік қорыңызды едәуір дамытады. Мысалы, upload деген сөз бар, я, загрузить. Мысалы, сіз инстаграмға бір пост салайын деп жатсаңыз, сізде upload деп тұрады. Немесе интернеттен бір нәрсені скачать етіп алғыңыз келсе, наоборот, download деп тұрады. Ол скачать. Уже сіз екі сөз білдіңіз. Немесе бір страница былай загружаться етіп жатады ғой, ашылмай. Сол кезде былай тұрады ғой, loading деп. Бұл загружается деген сөз. Бұның өзі уже present continuous болады. То есть осы телефоныңызды просто ағылшын тіліне аудару арқылы сіз көптеген сөздік қорды өзіңіз жинап алатын боласыз. Мысалы, настройки, settings. Осы сияқты мәліметтердің барлығын просто телефоныңызды ағылшын тіліне аударсаңыз, біліп жүретін боласыз. Екінші лайфхак, тілді скучно үйрену, ол күнә. Кез келген тіл, француз тілі, испан тілі, ағылшын тілі, ол мынандай бөлек әлем, үлкен әлем. Және егер сіз оны қызықсыз үйреніп жүрсеңіз, ол күнә жасап жатқаныңызды біліңіз. Себебі ағылшын тілі ол өте қызыққа толы тіл. Мысалы, кез келген жаңалық ол бірінші Америкада шығады, одан кейін Россияға барады, одан кейін Қазақстанға барады, я? Ал егер сіз ағылшын тілін білсеңіз, сіз прямой біліп жүресіз, бүкіл ақпараттарды. Сол үшін барлығын аудара аласыз. Мысалы, ағылшын тілін үйрену үшін мен сізге осы бір бесплатный сайтты айта аламын, Lyrics Training деп аталады. Бұл жақта сіз көптеген өзіңізге байланысты, өзіңізге ұнайтын бір музыкалар таңдап аласыз да, қай сөз қалып кетті, соны тез жазып отыратын боласыз. Бұл арқылы сіз өзіңіздің тыңдалымыңызды дамытасыз және сөздік қорыңызды. Жалпы ағылшын тілін қызық үйренуге байланысты мен өзім курстарымда да көптеген өлеңдер, сериалдар, кинолар, мультфильмдер қосып отырамын. Себебі ағылшын тілін скучно үйрену вообще болмайды. Бұл деген тіл ғой, тіл деген практикадан тұрады. Оны әдемі, қызық практикамен үйренсеңіз, тезірек нәтижеге жетесіз. Ал үшінші лайфхак, қате болу нормально. Негізі біз 90-шы жылдары сіз туылған болсаңыз, бұрын мектепте бізге қате болса өте қатты көңіл бөлінетін. Мысалы, сіз диктант жазсаңыз, сенде 2 қате деп айтатын. Сіздің 99 сөзді дұрыс жазғаныңыз ескерілмейді да, именно қате жазғаныңыз ескеріледі. Сол үшін біз негізі қателесуден қорқамыз. Ал ағылшын тілі практикадан тұрғаны үшін қателесу бұл нормально. Егер сіз біреумен сөйлесіп жатқан кезде бір нәрсені қате айтсаңыз, оны түзеген болсаңыз, кейін сіз бұл қатені потом жасамайсыз. То есть, мен қате сөйлеймін деп қорқып жүру, қорқып сөйлемей жүру дұрыс емес. Сол үшін курста, осы потокта бізде арнайы носительмен эфир болады, американецпен. Сол арқылы сіз өзіңіздің сөйлеу дағдыңызды оңай қалыптастыратын боласыз. Ал төртінші лайфхакқа келейік. Бұл жақта мотивация. Негізі көп адамдар ағылшын тілін үйренуге мотивациясы түнде оянады, я. Түнде ойланып жататта түнгі 2-де болды, мен ағылшын оқимын дейді, 2-3 сағат сол түнде оқиды. Жалпы ағылшын тілін күнделікті оқысаңыз, күнделікті 1,5 сағат, 1 сағат уақытыңызды бөлсеңіз, ол аптасына 2-3 рет оқығаннан көрі эффективнее. Негізі қазіргі заманда аптасына 2 рет, 3 рет курстарға бару, ағылшын тілін оқу, тіл үйрену уже эффективно емес. Себебі сіз уже кеше не тамақ жегеніңізді ұмытып қаласыз, я? Ал кеше ар күні сабақта не өткеніңізді, тем более ұмытып қаласыз. Сол үшін қазіргі заманда ағылшын тілін үйрену үшін бұл сізге привычка болу керек. Яғни күнделікті өзіңізге бір тісіңізді жуған сияқты, солай ағылшын тілін оқу керек. Мысалы, былай ойлаңызшы, егер сіз тісіңізді аптасына 2 рет 3 сағаттан жусаңыз, сіздің тісіңіз аппақ бола ма? Ондай болмайды ғой, я? Сондықтан сіз күнделікті, бірақ күнде жуып жүрсеңіз, сізде вообще проблема болмайды тіспен. Дәл солай ағылшын тілінде де. Яғни күнделікті оқу қазіргі заманда өте эффективны. Ал 5-ші лайфхак, ол мұғалімсіз үйрену үлкен қате. Жалпы тілді жүйелі үйренсеңіз, сіз тезірек нәтижеге жетесіз. Мысалы, өзіңіз ойлаңыз. Сіз қазір ешқандай курс оқымадыңыз да, өзіңіз өз бетіңізше ағылшын тілін үйренем деп шештіңіз. Интернеттен бірсе мынаны қарайсыз, бірсе мынаны қарайсыз, непонятно. Не істеу керек екенін түсінбейсіз. Ал егер сіз мұғаліммен, яғни сізді бағыттап тұратын адаммен, оның белгілі бір жүйесімен өтсеңіз, сіз просто мынандай А нүктесінен Б нүктесіне
жүйемен былай өтіп нәтижеге жетесіз. Ал осы нәтижеге жету үшін мұғалімнің сізге біліктілігі өте маңызды. Яғни оның жүйесі, оның үйрету методикасы сізге ұнауы керек. Сол кезде сіз күнделікті рахаттанып ағылшын тілін оқитын боласыз. Ал енді осы 5 лайфхакты үнемі өміріңізде қолданып жүріңіз. Ең біріншісі, ағылшын тілінде өзіңіздің телефоныңызды ағылшын тіліне ауыстырып тастаңыз. Екінші, ағылшын тілін скучно оқымаңыз. Бұл деген бөлек әлем, үлкен, қызықты әлем, сондықтан ағылшын тілін қызық мультфильм, кино, сериал арқылы үйренуге тырысыңыз. Үшінші, қате болу нормально. Негізі көп оқыған адамның қатесі өте көп болады. Сол үшін ол нәтижеге тезірек жетеді. Төртіншісі, аптасына 2 рет, 3 рет емес, күнделікті привычкаға айналдырып ағылшын тілін оқыңыз. Және ең соңғысы, бесіншісі, сізге үйрететін адамды, мұғалімді, репетиторды өте жүйелі түрде таңдаңыз. Оның методикасы сізге міндетті түрде ұнауы керек. Ал мен сіздермен қоштасамын. Осы 5 лайфхак сіздерге өте пайдалы болды деп ойлаймын. 21 қыркүйек 20:00-де вебинарда кездескенше. See you!